Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздермен бірге тары талқан қосылған нағыз қазақи жент жасаймыз. Бұл рецепті маған әжем үйреткен. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сонда ғана біздің видеоларымыз сізге жететін болады. Жентті жасау үшін бізге қант, жылқының ерітілген майы, сосын осындай үлкен тегеш, блендер қажет, және де тары, рахат печеньесі. Себебі рахат печеньесі тез үгіледі. Сосын талқан керек. Печеньені блендерге салып, ұсақ болғанша үгітеміз. Міне печеньеміз сондай ұсақ болды. Енді оны сүзгіштен өткізіп аламыз. Сосын оның үстіне тары қосамыз. Талқан қосамыз. Және де қант қосамыз. Сосын оларды жақсылап, әбден араластырамыз. Барлық заттың нақты мөлшерін астына жаза кетемін. Содан көрсеңіз болады. Біздің жентіміз әбден араласты. Енді жылқының майын құйып, тағы да араластырамыз. Біздің қазақи жентіміз дайын болды. Оны осы күйінде жей берсеңіз де болады. Немесе тоңазытқышқа салып, салқындатып, қатырып пайдалансаңыз болады. Міне әжемнен үйренген нағыз қазақи жентіміз дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Және де каналға жазылып қоңыраушаны баса кетіңіздер. Тоңазытқышқа салып, қатырып, бір күннен кейін пайдалансаңыз, осындай күйде болады. Женттің дәмі сондай күшті болады.